Қайырлы күн, құрметті студенттер және көрермендер. Жалпы біздің бүгінгі эфиріміз Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойы аясындағы тақырыпқа арналмақ. Бүгінгі ой қозғайтын тақырыбымыз Абайдың қазіргі медиадағы бейнесі болмақ, және бүгінгі тақырыбымызға сай арнайы таңдалған қонақтарымыз қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің болашақ ұстаздары Санжар және Темірлан. Және мен Меруерт Дәуренқызы. Жалпы енді подкастымызды бастасақ, жалпы ашық әңгіме түрінде Абай Құнанбайұлы туралы пікірлеріңіз, жалпы осының медиадағы бейнесі туралы болмақ. Жалпы алғашқы сұрағымды қойсам, Абай ұлттық бренд пе деп бастасам, яғни Абайдың медиадағы бейнесі қаншалықты маңызды? Жалпы Абай туралы сөйлеген кезде біз бір Абай танушы немесе бір магистрант, докторант емеспіз енді. Бірақ дегенмен өзіміздің ойымыз бар. Абай ұлттық бренд пе? Иә, бренд. Абай қазақтың визитный карточкасы, былай айтқанда. Абай деген кезде қазақ есіміз кетеді, қазақ деген кезде Абай есіміз кетеді. Екеуі егіз ұғым. Бірақ қарап отырсаң, Абайды ұлттық бренд па деп сұрақ қою, жалпы ұлттық бренд немесе идеология ретінде пайдалану меніңше дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені мынандай нәрсе бар, тобықтының бренді ма Абай десек қалай болады? Ол аясына сыймайды ғой, рудың аясына. Ұлттық бренд па десек те, ол ұлттың аясына сыймайды. Сол секілді Абайды біз адамзаттық бренд деуіміз керек деп ойлаймын. Адамзаттық бренд. Яғни ол ұлттың аясына да сыймайды. Біз өзіміз көретін, оқитын Ницшені қараңыздар, Лев Толстойды қараңыздар, Пушкинді қараңыздар, Шекспирді қараңыздар. Осы Абайды айтсақ, бәрі ұлттың аясына сыймайды. Олар адамзаттың жемісі, адамзаттың қазынасы. Мынау немістікі Ницше, Лев Толстой орыстікі, Абай қазақтікі деп бөліп әркім ұлыс бөлетін болса, онда бұл жерде олардың қозғап отырған мәселелерін біз дұрыс түсінбегендігіміз. Яғни Абай ұлт мәселесі жайында айтқан шығар, дегенмен Абайдың идеал көзқарасы ол гуманистік бағытта. Яғни әлемді, адамды тану. Міне мен осыған қарай Абайды ұлттық бренд ретінде қарастыруға болады. Қазақтың бас ақыны Абай деп Ахмет Байтұрсынов жазды бірінші. Одан кейін Мұхтар Әуезов жазды. Мұхтар Әуезовпен ешкім Абайдың образын аша алмады одан кейін. Мықты образды ашқан осы Мұхтар Әуезов. Абай тану ғылымының негізін қалаушы осы Мұхтар Әуезов. Дегенмен Абайды ұлттық неге салу қаншалықты дұрыс еместігін білмеймін, бірақ мен үшін ол адамзаттық категория. Адамзаттық ол адам. Яғни осы тұста айтарым, жалпы Абайды бренд деп қалыптастырушылар, яғни көрушілер бар, сол тұста қойылған сұрақ болатын. Яғни Абай, қазіргі адамдар көп қой, мен Абай танушымын, яғни Абайдың белгілі бір тақырыбын алып, мысалы Абайдың достары деген тақырыпта бір диссертация қорғаса, мен Абай танушымын деп шығады. Абайды тану ол Абайды толық оқу деп қарастыруымыз керек. Яғни осы тұста қазіргі таңда дәстүрлі бақта ғана Абайды дәріптеп келе жатыр деп айтсақ болады. Яғни YouTube желісінде, TikTok, Instagram желісінде жалпы Абайды қаншалықты біз таныта аламыз. Яғни қазіргі медиа дегеніміз ол осы әлеуметтік желілер арқылы Абайды таныту болады. Сіздің көзқарасыңыз бұл бойынша қалай? Абайды ұлттық бренд ретінде қалыптастыру, бұл біздің президентіміздің мақаласында Абайды ұлттық бренд ретінде әлемге таныту міндетіміз деген сөз айтылды. Бұл жерге қарап тұрсақ, біз Абайды ұлттық бренд ретінде әлемге таныстырмас бұрын өзіміз Абайды толық түсініп танып алғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Неге? Себебі біз өзіміз Абайдың өлеңдеріне толықтай тереңнен бойламай жатып, қара сөздеріне философиялық мән жүктеп оқымай жатып, Абай айтқан толық адамның қасиеттерін өзіміздің бойымызға сіңірмей жатып, басқа ұлт өкілдеріне, басқа әлемге таныту ұлттық бренд ретінде. Бірінші, біз өзіміз қазақ Абайды толық түсініп алуымыз керек. Мысал келтіре кетсек, Абайдың қара сөзіндегі тән мен жан ұғымы, кейбіреулеріміз мына тәннің құмарлығын, ұйқыны, жеуді, ішуді, ұйықтауды, бұның барлығын зиянды әрекеттерге балады деп ойлаймыз Абайды. Бірақ та бұл жоқ. Яғни бұл жанның қалайтын құмарлығын тән арқылы жеткізуі. Яғни тән бұл жанның мейманханасы, былай айтқанда. Яғни мына біз ұйқыны бірінші, жеуді, ішуді бірінші осы мәселелерді дұрыстап қарап алмасақ, ғылым, өнер бізге жақындамайды. Сондықтан да біз бірінші өзіміз осындай мәселелерді Абайдың айтқан толық адам ілімін түсінбей жатып, ұлттық бренд ретінде әлемге таныстыру олқылық деп ойлаймын. Яғни сонда сіздің сөзіңіздің, пікірлеріңіздің аясын мынаған тоқтасақ, яғни Абайды ең алдымен қазақ танымай, оны
әлемге таныту мүмкін емес, яғни сіз танымасаңыз, біз танымасақ, мен танымасам абайды біз ұлттық бренд ретінде шығара алмаймыз, яғни қазіргі таңда осы тұста бір сұрақ қоя кетсем, жалпы қазіргі жастар қаншалықты абайды тани алады, яғни мектеп бағдарламасында да бізде өзімізде де универде өтіп жатырмыз ғой, абай әлемі деген сабақтар қойылып жатыр, бірақ біз оны абайды үстіртін қарап өтіп жатырмыз. Абай негізі тұнып тұрған философиялық ілім деп жатырсыздар. Жалпы осы тұста біз абайды жастарға қандай заманауи түрде ұсына аламыз, яғни қандай ойларыңыз бар абайды ұсынуда, абайдың ілімін ұсынуда? Жалпы абай деген кезде мектеп оқушылары 11 сынып бітіреді. Абай Құнанбаев деген кезде 1845-1904 Семей қаласында туылған. Болды, ақпарат басқа көп білмейді. Асып кетсе ғылым таппай мақтанбасын. Сол әсемпаз болып мәрнегесін ғана жаттайды. Басқа бір олардың толық 45 қара сөзін толық оқитын жастарды мен көріп жүрген жоқпын. Жалпы әдебиетшілердің арасында да, әдебиетші демей қойын, әдебиетте оқып жүрген адамдардың өзі де 45 қара сөзін толық оқымағандар бар. Демек бұл жерде оқулық неде? Абайды біз математик дейтіндер бар тіпті. Абай математик деп жаңып кететіндер бар. Абай данышпан, Абай ұлы, Абай хакім, Абай пайғамбар деп неше түрлі ат қосады. Абай ондай атқа лайықты болғанда, Абай ол атқа былай айтқанда тәуелді емес. Абай оны керек етпейді. Оған ат қойыңыз. Абай философ, химик деп әрқайсысы әртүрлі ат айтады. Абай бізге керек. Абай, яғни оны оқыған кезде, оның 45 қара сөзін, өлеңдерін, поэмаларын оқыған кезде оны түсінуіміз керек біз. Асқар Сүлейменовтің сөзі бар ғой, қазаққа ескірсе, Абай ескіріп кетеді дейді. Қазаққа ескірсе, Абай ескіріп кетеді деген сөз. Асқар Сүлейменов айтады. Яғни біз әлі Абайды оқымай жатқанымызға қарағанда әлі қазақ әлі ескірмей жатыр. Демек бұны қалай оқулық толтырамыз? Бірінші кезекте Абайды медиада таныту жолы неше түрлі. Тіпті қазақстандық арналардың өзінде де Абай ТВ деген арна бар. Арнайы Абай ТВ деп ашқан. Осыдан білуге болады. Жұмыс жасалып жатыр Абай туралы. Абай туралы кино түсірілді. Одан бөлек Абайдың әкесі туралы да Құнанбай деген кино түсірілді. Досқан Жолжақсыновтың киносы. Бұл жерде Абай жолындағы Абайдың Құнанбай деген әкесі қатал, саясиланған Құнанбай болу үшін осы Құнанбайдың өтеуін берем деп Досқан Жолжақсынов осы бір кино түсірген болатын режиссерлігімен. Сценарийдің авторы Таласбек Әсемқұлов. Енді қарап отырсаңыздар, бұл жерде Абайдың жан-жақты ашып жатыр. Абайды Құнанбай ретінде ашып жатыр. Бұл кино өте керемет шыққан деп ойлаймын. Абайдың өзінің киносынан қарағанда Құнанбай деген кино өте керемет шықты. Баға бере аламыз. Мен енді өзімнің субъективті ойым ғой. Енді Абайды ашқан кезде осылай кино арқылы ашып жатыр. Дегенмен әлі де аудитория аз. Әлі жастар көргісі келмейді. Абайды TikTok ретінде де қолданғандар болды. Мотивациялық видеоларды қолданды. Бизнесмендер әрқайсысы әр сөзін шығып алып айтатындар болды. Мысалы, әсемпаз болуыма әрнеген өнерпаз болса арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барқалан деген бір шумақ өлеңін, бұнақтарын, тармақтарын алып, олар өзінің бизнестеріне тарту үшін әдейі осы Абайды пайдаланады. Психолог Абайдың сөздерін, мотивациялық сөздерін өзінің бизнесіне тарту үшін осы Абайды тартады. Абайдың сөздерін, анау өзінің болашаққа жоспар құр дейтін бәрі осы Абайда қара сөздеріне жазылып кеткен. Яғни бұл жерде çoқып алғаннан, бірақ оның Абайдың сөз екендігін соңына дейін қуалап жатқан жастар жоқ. Ендігі мәселе мынандай болып тұр. Енді Абайды медиадан таныту қаншалықты маңызды деген сұраққа мен өзім маңызсыз дер едім. Өйткені 50-50%. Бір жағынан әлеуметтік желі ол кейбір адамдар үшін демалу орталығы. Оны білім алу үшін келмейді көбісі. 5 минут жата тұрайыншы дейді да, жаңағы өзінің қызықты ойындарын көреді, немесе рекомендацияда шыққан, ұсыныстарға шыққан видеоларды көреді. Абайды іздеп ешкім көрмейді. Бұл бір. Екінші, Абайды тағы бір танытудың бір жолы, ол TikTokта хайп жағынан танытқан болды. 4-5 жыл бұрын осы карантинде болды. Абайдың бейнесін келемеждеу. Яғни беттің, бастың қимыл арқылы Абайды келеке қылған болды. Бұдан не шықты енді? Абайдың хит болғанынан не пайда егер осындай жағдайда хит болып жатса? Меніңше Абайды оқыту үшін оны қызықтыра алу керек. Мен мысалы мынандай нәрсе ойлап таптым дегенде ойландым. Идея. Қазіргі таңда ChatGPT шығып жатыр, жасанды интеллект сұрақтарға жауап береді. Мысалы, Google-дағы сұрақтарға ол өз ойымен құрастырып, бүкіл ғылымдарды өзіне қарай сіңіріп, сол арқылы жауап береді ChatGPT. Қазір ChatGPT 5 шығады, жақында 4 қазір, Енді қарап отырсаңыз, енді біз мынандай бағдарлама жасап шығарса болады. Абай психологиясы деген. Немесе психолог Абай деген. Енді қарап отырыңыздар, бұл жерде былай болады. Абайға сұрақ қоясың. Мысалы, мен өмірден түңіліп жүрмін дейді деп жазасың.
анау абайдың өлеңдерінен, қара сөздерден іріктеледі базадан. Сол сұраққа жауап беретін жасанды интеллект жасауға болады қазіргі таңда. Мүмкін ғой. Иә, абайдың әр сөзі адамды тура жолға салушы. Ол бүкіл 170-ке тарта өлеңдердің ішінде болмау мүмкін емес сондай бір сұрақтың жауабын табушы. Өйткені тауып береді. Қара сөздерінде де жауап береді, өлеңдерінде де жауап береді, поэмасының өзінің үзінділерінің өзінде де философиялық мән жатыр. Яғни адам абайға сұрақ қою арқылы қазіргі заманмен психолог абай деген жасанды интеллект жасап, сол абай сияқты болып жауап беруге болады. Яғни абай тұнып тұрған психология. Иә. Адам өмірде өзінің жолын табу үшін айтады ғой, қазір мұғалімдеріміз де айтып жатыр бізге сабақ үстінде, өз жолыңды, өз өміріңді, өзіңнің арнаңды тапқың келсе, абайды оқы, абайдың толық адам ілімін оқы, шәкәрімді оқы, шәкәрімнің ар ілімін оқы деген сияқты. Яғни біз абайды медиада, сіз және айтып кеттіңіз, таныту қолайлы емес. Абайды медиада танытпасақ, егер яғни және дәстүрлі бақта ғана қалып қалса, газет журналдарда, телевизияда қазіргі таңда, мысалы мен өзімді айтқан кезде мен мүлде телевизор қарап көбіне газет оқымаймын. Мен журналист бола осы мамандыққа түскеннен кейін ғана бір газет оқып жатқан шығармын, одан кейін барып бағдарламаларды қарап жатқан шығармын. Жалпы осы подкаст болмай тұрып мен бір ютубты шолып өттім. Жалпы абайға арналған осы бір арнайы бір подкаст жоқ, абай тақырыбында қозғалып жатқан, абайдың сөздерін, қара сөздерін, өлеңдерін алсақ та, поэмаларын алсақ та, жалпы абайдың философиясын алып шығармашылығын алсақ та, абайға арналған осындай бір подкасттар аз екен. Яғни көп деп айтуға келмейді мүлде. Неге біз дәл осылай мысалы басқа авторларды, жазушыларды танытқандай біз неге абайды таныта алмаймыз? Яғни көбіне біз подкасттарды қазір жастар көп көреді ғой. Неше түрлі подкасттар бар, жайдарманға байланысты және айтып жатыр, әзіл түрде ұсынылып жатқан подкасттар бар. Сол сияқты біз абайды ұсынуымыз керек деп санаймыз. Яғни мен журналист ретінде абайды ұсынбасам, қазақ тілі әдебиет пән мұғалім ретінде сіздер оқып жатып ұсынбасаңыздар, біз олар болашақ мысалы математикада оқитын, химияда оқитын студенттерге айтпасақ, ол біз ұсынбасақ, яғни абайды ешкім танып жатқан жоқ қазіргі таңда. Енді өсіп келе жатқан ұрпақ абайды білмейді. Абайдың қара сөзін білмейді. Яғни біз абайды ұсынуымыз керек. Сол тұрғыда сіз және айтып кеттіңіз, платформа, яғни приложение ұсынсаңыз, сіз қандай бір медиа жоба ұсынар едіңіз? Абайды біздің жастардың, яғни біздің арамызда таныту, бұл біздің біріншіден заманымызға сай бейімделуіміз керек. Яғни қазіргі біздің көп жаңағы Санжар айтып отырғандай, біз теледидарды көп көрмейміз, Абай ТВ дегенді мүлдем көрмейміз десек те болады. Оны басқалар да бізден кішілері де көріп жатыр деген сөзге мен сенбеймін. Яғни біздің қазіргі заманымызға сай бұл әлеуметтік желілер, яғни TikTok, Instagram, YouTube. Осы үшеуінің арасында абайды таныту осы дұрыс болады деп ойлаймын. Неге? Себебі біз ең бірінші интерактивті веб-сайттарды қолдансақ болады. Яғни абайдың өмірін, шығармашылығын, өлеңдерін, қара сөздерін жай ғана кішкентай түсіндірме арқылы TikTokта бір 15 секундтық видео салуымызға болады, Instagramда салуымызға болады. YouTubeқа абайдың жаңағы кішкентай кезінен көрген білімін, ілімін, Құнанбайдың жанында жүрген кездерін, Ерболмен танысқан сәтін, осының барлығын YouTubeқа салуға да болады. Және де медиа жоба болғанда виртуалды көзқарас. Яғни біз абайды қаншалықты танимыз, соншалықты деңгейде көтеруіміз керек. Яғни жастарға біз тереңдетіп айта берсек, олар түсінбейді. Біздің сөзімізді, ал біз өзіміз түсінуіміз мүмкін, бірақ та бізден де жоғары оқығандар, абайды танығандар бар. Олар біздің айтқанымызды сәл аз көруі мүмкін, кем көруі мүмкін. Яғни абайды өзіміз қаншалықты білетін деңгейде көрсетсек басқаларға, соншалықты деңгейде оны көреді деп ойлаймын. Және де басқа да медиа жобалар абайды Телеграмда өзінің канал ашу, яғни абай жайлы тесттер құру, абай жайлы нелер түсіру, подкасттар түсіру YouTubeқа. Осының барлығы абайды біздің жастардың арасында ауқымды етіп көрсетеді деп ойлаймын. Жалпы осы абай танушылар деп жатырмыз ғой. Абай танушылар соңғы тұяғы осы Мекемтас Мырзахметұлы жақында өмірден өтті. Мысалы абай танушылардың бізге алып келгені, мысалы біз оқимыз, біз мамандықта оқығаннан кейін оқимыз, диссертацияларды, абайдың достары туралы, шығармашылығы, басқа жақтарын біз мамандық бойынша оқығаннан кейін қараймыз. Менің бағанадан айтқым келгені, яғни медиа жоба.
медиа дегеніміз ол қазіргі таңда әлеуметтік желілер бойынша жаңалық тарату, әлеуметтік желілер бойынша жаңалық тарату, сол бойынша ұсыныстарды ұсыну, яғни және Инстаграм желісінде. Мысалы, мен осы кезде мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Қазіргі таңда абай болатын болса, қандай әлеуметтік желіні қолданар еді? Сіздердің көзқарастарыңыз бойынша. Бұл көзқарас бойынша көптеген авторлар мақалалар жазылған болатын. 21 ғасырда өмір сүрсе абай қалай болады? Чоқанов Уәлихан 21 ғасырда өмір сүрсе саяхатшы, блогер бола ма деген секілді сондай қызықтың пікірлер болған. Жалпы абайды кең мағынада емес, тар мағынада түсінеді. 21 ғасырда абай болса, ол бір министрдің баласы болады. Бір болыс баласы дегенмен, сондай ғой енді. Осы жерде бір немесе әкімнің баласы болуы мүмкін, облыстың. Енді қарап отырсақ, осы жерде өміріменен синтездеп жатырық қой 21 ғасырға. Енді қарап отырсақ, осы абайды тар мағынада түсінеді. Блогер болатын шығар, мүмкін психолог, мотиватор болатын шығар деп ойлайды. Егер деген сұрақта жаңа Асқар Сүлейменовтің сөзі бар, тағы да мынандай. Тарихта егер деген сөз жүрмейді. Яғни абайды осындай тар мағынада кіргізу бір кітаптың немесе бір 4-5 қораптың ішіне сыйғыза салудың өзі, 21 ғасырға сыйғыза салудың өзі қиын. Өйткені абай өмір сүрген қоғам ол отаршылдықтың дәуірі. Енді қазіргі таңда да енді бір бізде айтып жататындар бар. Осы мынайдың ықпалындамыз, не жағынан, тілдік жағынан дейді. Айтып жататындар бар қазіргі заманда. Біз тілдік жағынан мына жақта отар болып жатырық деген секілді. Бірақ абайдың заманындағы отарлану мүлдем басқа. Ол жерде абайдың заманы әлеуметтік теңсіздіктің заманы. Бай мен кедей. Мұхтар Әуезовтің абай жолында да байлар мен кедей соғысады ғой. Ақыры абай өзінің бауырларына қарсы шығады. Құнанбай өзінің әкесімен қақтығыс болады. Сонда абайдың бұл жердегі парасаттылығы, өресі сондағы адамды атасына қарап емес, әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы досың дейді. 37-ші қара сөзінде абай. Демек ол абайдың айтып отырған нәрсесі мынау 1948 жылдар жазылған, Францияда жазылған адамзаттық теңдік деген нәрсе, біріккен ұлттар ұйымы жазған. Сол немен концепциямен дұрыс анық келеді, ұқсас келеді. Абайдың гуманистикалық идеясы. 21 ғасырға сыйдыру өте қиын, өйткені абайды елестету қиын. Абай 20 ғасырдағы абай деп қарастыру керек деп ойлаймын. Енді оны қазір 21 ғасырға кіретін болсақ, біз тар мағынада ғана сыйдырамыз деп ойлаймын. Ол бір психолог болуы мүмкін, немесе бір ақын болуы мүмкін. Жай ел арасында жүрген. Ел арасындағы. Ол былай ғой. Әр заманның өзінің бір жарқ ете қалатын жұлдыздар болады. Шоқан Уәлихановты қараңыз. Қазіргі таңда Илон Маск былай әлем дүркіретіп тұр ғой енді. Сол секілді абайды өз дәуірінде дүркіреткен тұлға. Сөздері біз ешқашанда Ницше мен Лев Толстойдың сөздеріне қарап абайды кем деп айта алмаймыз. Абай Ницшенің жанында да, Толстойдың жанында да, Пушкиннің жанында да, Аристотельдің, Әл-Фарабидің жанында да даналық жағынан тең дәрежеде. Озық деп айтпай қойық енді, бірақ тең дәрежеде. Соған қарап, яғни 21 ғасырға сыйдырсақ, адам кішіреді деп ойлаймын мен. Адам бір пішінге келтіру дұрыс емес абайды. Ол кезде өз заманын, яғни егер деген сөз қолданбау керек деп ойлаймын абай туралы қозғаған кезде. Абай менде бір жұмбақ адамның оны да ойлай дейтін сөзі бар. Осыған қарап біз мүмкін оған, яғни тағы да бір нәрсе бар, бізде кемшілік бар, адамды бір сипатта ғана көру. Мен әдебиетшімін, әдебиетті оқимын 4 курс, болды. Мынау өмір бақи әдебиетші. Жоқ, мен 5 жылдан кейін информатик болуым мүмкін. Немесе 10 жылдан кейін мен журналист болуым мүмкін. Немесе 15 жылдан кейін математик болуым мүмкін. Яғни адамды тар мағынаға салудың, пішіннің, фигураға салудың қажеті жоқ. Сол секілді абайды ақын, философ деп қана қарастыру дұрыс емес. Абай басқаша да танылуы мүмкін еді 21 ғасырда. Яғни 21 ғасырда абайдың бейнесі мүлде басқа болмақ демексіз, қазіргі таңда абай, яғни 20 ғасырда өз дәуірін сүріп кетті, өз істерін істеп, бізге аманат сақтап кетті. Яғни біз сол аманатқа қазір қиянат жасап жатқан жоқпыз ба? Мен жаңағы сұраққа жауап бере кетейін. Осының алдындағы. Яғни абайды
Қандай сұрақ еді? 21 ғасырға айтып кетсе абай. 21 ғасырға алып келсек қандай болатын еді? Мен ойлаймын, абайды қазір жоқ деп айта алмаймыз деп. Яғни қараңызшы, біз Нұх пайғамбарды 950 жыл өмір сүрді деп айта аламыз, бірақ та ол физикалық тұрғыда емес. Оның сөздері, өсиеттері сонша жыл өмір сүргеніне байланысты солай айтады. Мен де абай дәл солай айтар едім. Яғни абай өз заманында сол 20 ғасырда туылса да, бірақ та 19 ғасырда туылса да, мен абайды оның өзі жоқ болса да, сөздері қазіргі кезде өте өзекті біздің арамызда, қоғамда. Яғни тек қана абай өзінің заманын ғана айтып кеткен жоқ, замандағы мәселесін, ол барлық адамзаттың мәселесін айтып кеткен тұлға. Яғни абайдың ғылымды, қайратты, ыңсапты осы үшеуін толық адамның бойына кіргізуі, бұл жердегі ғылымның ол кездегі ғылым емес, қазіргі ғылымды айтып отыр. Яғни адамзаттың ғылымы күрделенген сайын, өнері дамыған сайын, адамзат басқаларға, яғни қайратты айтып отыр, басқаларға қоқан-лоққы көрсетуі, сол ғылымды пайдаланып, басқаларға шабуыл жасауы, яғни елдерге өзінің мықтылығын көрсету, ол дұрыс емес. Яғни абайдың бұл жерде айтқысы келіп отырғаны, сен ғылымды біл, және де одан кейін қайрат, ол тығыз байланысты ғылыммен. Яғни осы қайрат арқылы біз ғылымды өзімізде ұстай аламыз, және де қандай жерде пайдалануымыз керек, сондай біле аламыз. Яғни абайдың айтып отырғаны, біз ғылымды не үшін үйренеміз? Біз ғылымды қазір көбінесе ғылымды не үшін үйренеді? Мысалы, мал табу үшін дейді, немесе басқа біреулерге ұнау үшін дейді. Бірақ та біз ғылымды сатып малды таппақшы емеспіз, біз керісінше малды сатып ғылымды таппақшымыз дейді. Абай айтады. Сондағы бұл жердегі сөз не? Яғни дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз деп отыр. Яғни ғылымды үйрен, саған мал мен дүние ол өзі ақ келеді. Жәнегі сұрағыма қайтып оралсам, яғни біз абайдың аманатына қиянат жасап жүрген жастар емеспіз бе? Абайдың сөздерін, тіпті абайдың өлеңдерін, қара сөздерін бізден бұрын өмір сүрген 20 ғасырда да бір керемет дейді. Оққан көрмедім. Жазушылардың арасында сөз болуы мүмкін, абайдан басталады барлық сөз әрине. Бірақ дегенмен хал әлі күнге дейін абайды жақсы көреді. Неліктен деген сұрақ туындайды ғой. Абай неге өшпейді? Абай неге жаңғыра береді барған сайын? Өйткені адам әр заманда жалпы мынандай не болады? Теория болады. Қиын заман мықтылар тәрбиелейді. Мықтылар жақсы заман тудырады. Жақсы заманда туылған балалар әлсіз болады. Әлсіз балалар қиын заман тудырады дейді. Өз алма-кезекпен өмір сүреді дейді әлем. Яғни саясат. Сол секілді біздің әлі күнге дейін абайды еңсере отырғанымыз, абай толық адам бола алмай отырғанымызға қарағанда бізде әлі қателіктер көп. Бізде әлі күнге дейін біз сөздің абай емес, тіпті қазақтың сөзінің қандай мағына беретіндігін біле алмай отырмыз әлі. Әлі тіл мәселесімен өмір сүріп жүрміз біз. Әлі де біз қазақ тілді мемлекет жасай алмай отырмыз 100%. Енді бұл оқулықты толтырмай жат біз абайға баруымыз өте қиын нәрсе. Орысша оқимын дейді абайды біреулер. Одан абайды орысша абайдың мынандай бір сөзін ұранға болған. Орыстың ғылымы дүниенің кілті деген сөзді абай пайдаланып, абайдың сөзін пайдаланып, орысша сөйлесек, ғылымның кілті бізде, дүниенің кілті бізде деп өмір сүретіндер бар. Кез келген орыс курстарда да, орысқа тартатын курстарда абайдың сөзін келтіреді осы сөзді. Кез келген жерде орысша сөйлейтін адамдар абай орысшыл болған деп Құнанбайдың сөзінде айтып отырады. Енді бұл жерден қарайтын болсақ, абай бұл жерде орыс тілін біл дегенде, орыс тілін біл, сен сол уағдамен, сол орыстармен, яғни бір дәрежеде тұрып сөйлес деген мағынада айтылған болатын ол сөз, қара сөз. Бір уағдада деп айтылады сол қара сөзінде. Одан кейін ол жерде цивилизацияның тілі болады. Әр заманның. Бір кезде француз тілі басым болып кетуі мүмкін бір заманда. Бір заманда неміс тілі, бір заманда араб тілі, бір заманда грек тілі, қазір ағылшын тілі. Ал 2 ғасыр бұрын бізде қазақ даласында орыс тілі мықты болды. Яғни тіл өзгере береді. Сонда абай айтып тұр, орысты ғана ұстап қал деп тұрған жоқ бұл жерде. Сол цивилизацияның, ғылымның тілін біл деп тұр ол.
заман біздің ғылымның тілі қазір ағылшын тілі ғой, былай қарап отырсаң. Бүкіл биологияға барсаң, сен биолог, медиктер, мысалы медицина саласында жұмыс істегісі келетін студент болған балалар, олар міндетті түрде ағылшын тілін білу керек. Өйткені бүкіл ақпарат қазір ағылшын тілінде. Осыны аудару керек қазақшаға. Міне мәселе осыда жатыр. Яғни мәселе бұл жерде орыс тілін үйреніп ал, орысша сөйлеп жүр деген Абай олай ұрандамайды. Абай айтады, цивилизацияның, ғылымның тілін біл дейді Абай. Демек, біз ағылшын тілін ағылшынша сөйлеп өмір сүру үшін емес, өзіміздің әдетіме айналдыру үшін емес, ғылымға кілт табу үшін. Дүниенің кілті деп тұр ол. Дүниенің кілті деп бір ақша немесе кезінде мынау переводчик болып, аудармашы болған, тілмәш болған адамдар жеп қалу үшін, сол үшін ғана баламды мен оқыту үшін шен алсын деп бермедім деп айтады Абай. Сонда шен алғыш жаңағы аудармашылар біреуге былай аударып, біреуге былай аударып сөйтіп ақша алып отырған ғой. Ондай мағынада емес, дүниенің кілті емес, ол байлық. Дүниенің кілті ол ғылым деп тұр. Яғни біз Абайды әлі күнге дейін танымай отырғанымызға қарағанда бізде әлі оқулық көп. Оның бірі тіл мәселесі деп ойлаймын мен. Иә, Абай айтады ғой, жалпы ғылым мен дінді бірдей ұстау керек деп. Осы тұста алдында TikTok желісін қарап отырған кезде менің көзіме бір видео түсті, яғни осы тақырып бойынша ізденіп жүрген кезде Абай жоқ, Абай болмаған өмірде деген пікір есіме түсіп кетті. Зәуре Батаева, иә. Ол кеңестік үкіметтің бізге жасаған бір идеологиялық құрал, иә. Осы бойынша пікірлеріңіз қандай? Айтасыз ба? Абайға мен жаңағы сұраққа жауап беріп кетейін, тағы да айта алмай қалдым. Ішімде қалмасын деп. Иә. Абайға жасалатын бірден бір қасиет ол оны оқымау. Иә. Және түсінбеу. Абайды біз жарайды оқыды дерлік, бірақ та оны түсіне алмаймыз да көп жағдайда. Осы Абайдың тереңдігі бізге сәл қиындық тудырып отыр деуге болады. Яғни Абайды оқыған кезде біз көбінесе үстірт түсінуіміз мүмкін. Тек қана бетін ғана, сәл ғана түсінеміз, болды, сонымен шектеліп қалуымыз мүмкін. Бірақ та Абайды тереңірек оқу, түсіну, ол көбінесе қара сөздерінде бар деп ойлаймын. Неге? Себебі өлеңдерінде толық ашылмаған нәрсе қара сөздерінде ашылған. Яғни Абайдың өлеңдерін оқумен қатар қара сөздерінде оқу маңызды деп ойлаймын. Неге? Себебі мына сегіз аяқтағы мына сөз бар. Адам бол, малтап, қуансаң қуан сол кезде. Яғни бұл жердегі адам бол деп тұрған не? Адам бұл өмірге не үшін келеді? Кейбіреулер айтады, балалы болу үшін, кейбіреулер отбасы құру үшін, кейбіреулер жаңағы жұмыс, соны өмір көреді. Бірақ та өмірге адам не үшін келеді? Болу үшін келеді екен. Абайдың айтып отырғаны. Адам бол деп тұр. Болу бұл өмірде жаңағы адамның өзінің мына бойындағы қабілеттерін ашу, жаңағы таланттарын ашу, осының барлығы адамның болмысын қалыптастырады. Яғни бұл жерде адам бол, малтап деп тұрғаны осыдан бірінші сен өзіңнің қабілеттеріңді, талантыңды ашу арқылы жаңағы қоғамда өзіңді тұлғалық болмысыңды қалыптастыру арқылы малтабасың. Яғни Абай бұл жерде малтабуды бірінші орынға қойып тұрған жоқ, бірінші орында адам болу, өзінің қоғамда тұлғалық болмысын қалыптастыру. Және де осындай нәрселерді біз түсінбей жатып, жаңағы Абайдың өлеңдерінде бұл мен тек қана бір кішкентай ғана үзіндісін айтып тұрған. Негізі бұндай жаңағы Абайдың әр өлеңінде осындай философия жатыр деп ойлаймын. Бұны түсіну үшін бізге ең бастысы ғылым керек және парасат керек. Жаңағы сұраққа жауап берейін. Абай өмірде болмаған ол алаштықтардың қолдан жасалған идеясы деп Зәуре Батаева жазған болатын. Бұл TikTokта хит болды. Сосын мен Зәуре Батаеваның сайтын кіріп ақтарып мақалаларын оқыдым. Неге жазды? Осы Абай туралы. Ал басы былай басталады. Зәуре Батаеваның негізі әрқайсысы әртүрлісін айтады. Біреулер айтады, Абай танушылар көбісі қарсы шығады. Неге айтып отыр бұл? Бұл біздің ұлттық символымызды қорлап тұр ғой деп айтады. Бұл бір. Екінші, Зәуре Батаеваны әртүрлі жамандайтындар бар. Боғауыз сөз айтатындар бар. Жалпы Зәуре Батаева ең бірінші бұл жобаға қалай келді? Мен өзім толығырақ кішкене айтып кетейін. Мен оқыдым оны. Ол кісі айтады, мен Facebook парақшада біреумен пікірде қақтығысып қалдым дейді.
яғни абайды қорғап шығу үшін бұл мақала жазып бастайды, керісінше абайды қорғап шығу үшін. Сөйтіп бұл бүкіл архивті ақтарған кезде оның енді өзінің ойы, өзінің синтезі, өзінің филолог ретіндегі, тіл маманы ретіндегі сөздерді ажыратуы, Ильяс Жансүгіровтің стилінде жазылды ма, бұл әлде Ахметтің стилінде жазылды ма деп, ол әрқайсысын ақтарған, бәрін тексеріп шыққан. Сөйтіп кейбір қара сөздерін Ильяс Жансүгіров жазды дейді. Кейбір шығармаларын, кейбір шығарма, мысалы Абай деген аттың өзі Әлихан Бөкейхановтың лақап аты болған дейді. Осындай көптеген деректер келтіреді. Мен осы жерде айтар едім, Зәуре Батаеваның мен бұл жерде дұрыс емес, дұрыс деп айта алмаймын. Өйткені ғылым деген нәрсе ол орыстан басталады. Яғни өркениет екі адамның орыстан басталады ғой. Сол секілді ғылымда да екі ұдайы нәрсе болу керек деп ойлаймын. Зәуре Батаеванікі дұрыс емес, не айтып жатыр мынау, Америкада отырып дейді ғой. Ол өзі Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқыған ба, сондай несі бар емес. Абай атындағы университетте оқып, бірақ Абай жоқ деп жоққа шығарған. Бұл жерде Абай жоққа шығарғанда тұтастай бір Абай деген адам жоқ емес, Ибрахим деген адам болған, өлеңдері болған, кейбір өлеңдер. Бірақ кейбір өлеңдері ішіне кірген дейді жаңағы. Қалай кірген белгісіз, бірақ кіріп кеткен деп. Ол өз архивтерді ақтарып, өзінше бір архивтер тапқан. Бірақ мен бұл жақтан Зәуре Батаеваға 100% келіспеймін. Келіспейтін себептерім де бар. Ол енді ішкі ой ғой енді. Бірақ оны аяқтан шалғу да дұрыс емес деп ойлаймын. Ғылымда екі нәрсе жүру керек. Діни қоғам болған кезде атеизм болды. Діннің өзі, Құдайдың өзін жоққа шығарған адамдар болды. Енді бұл жерде қарап тұрып, Абайды да жоққа шығарса, ол пікірді менің ойымша қабылдау керек деп ойлаймын. Білмеймін. Басқаларын білмеймін, бірақ менің ойымша, өйткені Лев Толстойды өзінің әйелі жазған кейбір шығармасы деп айтады. Шекспирді жоққа шығаратындар бар. Өйткені бүкіл әлемдік туындыларға керісінше Абайдың ол жерде ешқандай бір несі тақияс ұстамайды одан. Абайдың қара сөздері ұшып кетпейді. Одан бұл жерде маңыздысы талқы. Ғылымда ол талдау керек. Сен демек Абай жоқ дедің ба? Дәлелде. Сен мынау дедің ба? Яғни ғылымда былай бүйтеді. Ғылымда мынандай бір не бар? Мақсат бар. Сен дәріптемейсің. Ұстазыңа қарсы шықсаң, ұстаз тұрып айтады. Сен онда осыны дәлелде дейді. Дәлелдейсің. Демек ол ғылым. Ол ғылым деген ол шексіз нәрсе, ол кете береді. Кезінде Абайдың өзінде сөз бар, 37-ші қара сөзінде айтады. Бұл әлемдік деңгейдегі айту ғой енді. Сократқа уғыш кізген, Ионны аркты отқа өртеген, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген кім дейді? Ғайсан тарқасқан. Ол кім дейді? Ол көп. Көпте ақыл жоқ дейді. Ебін тапты жөніне сал дейді. Кейде бір адамға қарсы шығып қаламыз да, бірақ кейін опық жеп қалуымыз мүмкін. Мен дегенмен Зәуре Батаеваға кейбір Абайдың сөздерінде, өлеңдерінде талдау жасаған, мектеп бағдарламасына мынандай не үшін кіргізеді деп. Өлеңдеріне де талдау жасаған, енді олай енді қатты кетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ дегенмен ғылымда екі ұдайы нәрсе жүру керек. Яғни діни фанатизм болған жерде атеизм болады. Мысалы, коммунизм болған жерде капитализм болады. Сол секілді әр нәрсенің өзінің қарама-қарсы жақтары болады. Абай тану ғылымында меніңше бұл нәрсе тұру керек деп ойлаймын. Бұл меніңше меніңше ой. Өйткені неге? Ғылымда көріп тұрсыз, айтып тұрмын ғой, қарама-қарсы нәрсе жүреді. Сол арқылы ғылым ашылады. Абай сол арқылы ашылады. Абайды сол арқылы оқиды деп ойлаймын. Бір жағынан мүмкін Зәуре Батаева хайп үшін істеуі мүмкін. Біз білмейміз оны қандай нәрседе мақсатта қолданған, бірақ өзінің мақаласына сөйтіп жазған екен. Дегенмен әрқайсысы әртүрлі. Біреулер айтады, бұл Америкада жұмыс істеп жатқыр, жаңағы Американың қолшақпары, біздің қазақтардың ұлыларын бүйтіп жауып тастап, бізді жоққа шығару үшін деп. Ол Абайды жоққа шығарып, бірақ Әлиханды көтеріп тұр да. Әлихан Бөкейхановты көтеріп тұр. Ильяс Жансүгіровті көтеріп тұр, Алаштарды көтеріп тұр. Одан ешқандай бір қазақтың тақиясы түсіп қалмайды деп ойлаймын мен. Яғни ғылымда екі ұдайы нәрсе болу керек. Яғни ғылым ол екі жақты пікірді талап етеді. Біреуі сол нәрсені жоққа шығарса, біреуі сол нәрсені бар деп өзіндік дәлелдер ұсынады. Мысалы теориялар бар, әртүрлі дәлелденбеген теориялар болады ғой. Біз әлі Абайды тану үстіндеміз сонда, яғни біз әлі Абайды танимыз, біз әлі Абайды толық меңгермегенбіз. Және мен бұл сұрақты неге айттым? Жалпы бұның бәрі медианың аумағында соның жалпы осы қоғамға әсер етеді. Яғни Абай жоқ деп көріп алады, мысалы 7-8 жасар бала Абай оқып жүрген бала, соны TikTok көріп жатады да, Абай жоқ деп көріп алады. Сосын алады да, мама Абай жоқ екен ғой.
десе, енді анасы қазіргі аналар да әкелер де жалпы бұл нәрсеге бір белгілі түрде жауап қата бермейді. Сол мақсатта айтып жатырмын. Жалпы негізі осы медиадағы абайдың бейнесін біз осы әртүрлі тұстан көре аламыз. Yani сіздің пікіріңіз бар, жәнегі маған сіздің жобаңыз ұнады, және абайдың психологиялық версиясы. Яғни жаңа тағы да түсіндіріп кетейін, тағы ұмытып қалдым. Бұл психолог абай деп аталады. Тағы түсіндіріп кетейін. Жасанды интеллект. Мысалы бізде жасанды интеллект ол өзі ойдан шығармайды. Ол бүкіл ғылымдарды базасына енгізген. ChatGPT-ге химиялық база бар, химияның бүкіл элементтері, білімі жайлы, биология жайында бар, ағылшын тілі, қазақ тілде қолданысқа кірілді. ChatGPT қазір қазақша сұрасаңыз жауап береді, кітап оқи алады, есеп шығара алады. Бұның бәрін ол миындағы ғылым арқылы жасайды. Одан бөлек ChatGPT-ден бөлек қазір қытайлар да шығарып жатыр. Жасанды интеллект тағы да шықты. Жаңа атын ұмытып тұрмын, бірақ ол да соған қарама-қарсы. Яғни бізде ең болмаса әлемдік бағдарлама болса да абай танытатын бір осындай бір жоба жасауға болады. Ол қолдан келеді. Мен өзім бағана істеп көрдім. ChatGPT-мен өзімен сөйлесуге болады ғой енді. Сол сұрадым да осылай абайда осылай мен абай психолог деген жасанды интеллект жасауға бола ма? Яғни ол бүкіл базаны енгіземіз, абайдың шығармасын, өлеңдерін, қара сөздерін, әндерін, поэмаларын енгіземіз. Ол тұрады да сол қолданушы оқырман соны жазады. Мысалы, мен достықтан көңілім қалды, мен не істесем болады дейді. Сол кезде ол дос туралы абайдың өлеңі шығады. Яғни жауап береді. Абай арқылы, яғни өзі синтездейді да, абай арқылы жауап береді. Яғни абайды біз тірілте аламыз. Оның өлеңдерінен, мысалы ChatGPT-дің өзі де бір не емес қой, бір тірі робот немесе адам емес ол. Ол интеллект, ол бүкіл адам, яғни жасанды интеллект бізде дамып кетіп, біз адамдар дамымай қалмаймыз деген сөз болмайды. Мен осыны байқадым. Яғни жасанды интеллект ол адам арқылы дамиды. Яғни адам түс деген нәрсені түсіндіре алса, ұйықтайтын түс бар ғой. Соны түсіндіре алса, робот та түс көре алады. Яғни біз түсіндіре алуымыз керекпіз сол неге. Яғни абайдың бүкіл базасын алып сол интеллектке салатын болсақ, жаңа бағдарламаға жасанды интеллект қылып, абай психолог абай деп. И анаған біз сұрақ қоямыз. Абай мысалы өзіңнің көкейіңде жүрген сұрақ, психологиялық сұрақ, кез келген сұрақты қойсаң, абайдың өлеңдері жауап бере алады. Мен білем. Бұл маған осы 2-3 күн бұрын ғана келді осы идея. Осындай да болады деген ойда ойладым. Және тағы бір идея бар. Ол енді мынандай идея, мұражайларда болса жақсы болатын деді. VR очки бар ғой, көзге киетін. Сол очки киген кезде, көзілдірікті киген кезде, көзәйнек киген кезде жаңағы ойын ойнайсың ғой VR-мен, көріп басқа әлемге, ол да уже қазір хит болып жатыр. Осыны абайдың өмірін VR очкиге салсақ қалай болады деген ой болды. Мысалы, оны дубляждайсың, кірген кезде абайдың өміріне келесің. 13 жасар абайдың қайтқанда деген неден басталса, мысалы Мұхтар Әуезовтің сөйтіп кетіп бара жатады абайды. Соны бүйтіп кәм көзбен көре аласың. Сөйлейді бәрі. Кәм 3D очкимен. Абайдың жанында жүргендей ме? Иә. Сөйтіп көре алатындай болса, мұражайларға қоюға болады, ұлттық мекемелерде сатылымға шығаруға болады. Бұл бір екінші вариант, екінші нұсқа. Үшінші нұсқа менде тағы бір нәрсе, Абайдың Мұхтар Әуезов жақсы ашты деп жатырық қой енді. Абайтану ғылымының негізін қалаушы осы Мұхтар Әуезов деп жатырық. Енді Мұхтар Әуезовтің абай жолын трансформациялауға болады былай. Интерплантациялық трансформациялау деген бар. Яғни оның несін, шығармасын заманауи вариантта қалай болады. Кинолардың бәрін сондай ғой. Мысалы, мен айтайын, Эрнест Хемингуэйдің «Шал мен теңіз» деген шығармасын, Шал деген кино бар ғой біздің, қасқырлармен соғысатын. Қасқырлардың соңындағы қылады ғой. Шал мен теңізде акулалармен жемтік болып қалса, ана жерде қасқыр. Сол идеямен түсірілген негізі ол кино. Сол секілді Мұхтар Әуезовтің абай жолында былай түсіруге болады қазіргі заманға сай. Жаңағыдай айтып отырмын, депутаттың, министрдің баласы, ол оқудан келеді, ақш-тан, Америкадан немесе Ұлыбританиядан келеді. 13 жасар абайдың билікке араласу сияқты, бірақ қазіргі заманауи тұрғыдан көрсетуге болады. Саясатпен айналысып жатқан абайды көрсетуге болады. Бірақ атын прототип ретінде қарастыруға болады да. Бұлай да болады, заманауи тұрғыда қалай көруге болады абайды. Әкесі мысалы министр, былай қарап жатсаң, министр мысалы әкім, Алматы әкімінің бастығы немесе әкімдігінің басшылығы болуы мүмкін. Сол секілді қылып заманауи тұрғыдан Мұхтар Әуезовтің абай жолын көрсетуге болады. Осындай идея бар жалпы режиссерларға, сценаристерге.
идеяларыма бір инвестиция құятын жан болса деп па. Жалпы өте керемет ойларды, пікірлерді алмасалдық деп санаймын. Жалпы маған сіздің идеяларыңыз, сіздің де пікірлеріңіз ұнады. Жалпы бұл бойынша жұмыс жасау керек. Алда осы және жасанды интеллектті жалпы инвестиция құйып қолға алу керек деп санаймын. Яғни бұл өте бір керемет жобалардың бірі болмақ. Яғни сіздің пікірлеріңіз, жобаларыңыз жалпы бұл қазіргі медиадағы абайды танытуға бір үлкен көмегін тигізетін медиа жобалар деп қарастырсақ болады. Осы арада тақырыбымыздың да көп сөзбай аяқтасақ деймін. Сіздерге көрермен болып, жалпы өздерінің пікірлеріңізді білдіргендеріңізге рахмет. Келесі жүздескенше, жалпы осы подкаст осымен тоқтап қалмасын. Абайды таныту мақсатында біз осы подкасттарды жиі түсірейік, яғни ендігі біздің мақсатымыз абайды студенттерге таныту болсын. Жақсы, рахмет. Осы бағдарламамыз соңында бір абайдың бір цитатасымен бітірсек қалай болады? Өте жақсы. 37-ші қара сөзін бір цитат айласақ. Адамның адамшылдығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Подкастымыз осымен соңында да таяп қалды. Барша көрермендерге рахмет. Осы видеоның астына өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер, яғни жәнегідей абай туралы қандай медиа жоба ұсынар едіңіз, барлығын осы комментарияға жаза кетіңіздер пікірлеріңізді. Лайк басып достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар.